Ал жай бөлшектерді бір-біріне көбейту қалай орындалады? Көбейтуде кішкене шатасыңқыш, кішкене түсінбеушіліктер болады, бірақ жұмыс жасауға болады. Енді қалай? Көбейту кезінде біз қысқарту деген амалды қолданамыз, жиі қолданамыз. Мысалы, 4-тен 3 көбейтілген 2-ден 1. Шатастырмаңыздар. Қосу мен көбейту екеуі екі түрлі амал. Қосуда мысалы ортақ бөлімге келтіреміз ғой, ал көбейтуде біз қысқартуға келтіреміз. Қысқартумен орындаламыз. Немесе мысалы 4-тен 3 көбейтілген 2-ден 1. Бұның алымына көбейтіледі, бөліміне көбейтіледі. Яғни, егер қысқаруға келмесе, бір бөлшекке жазамыз, көбейту 1, 4 көбейтілген 2. Тең. Егер бөлшекте сандар бір-бірімен қысқармайтын болса, онда көбейтесақ болады. 4-ке 2-ні көбейтсек 8, 8-ден 3. Ары қарай, мысалы, 16-тан 5 көбейтілген 25-ден 4. Мына екі бөлшек беріп тұр, мына екі бөлшекті көбейту керек. Көбейтуге орындайтын кезде бір бөлшекке жазып аламыз міндетті түрде. 16 көбейтілген 25 дейміз. 5 көбейтілген 4. Тең. Енді көреміз. Көріп тұрмыз, 25 пен 5 екеуі де 5-ке бөлінеді. Яғни екеуін де 5-ке бөлсек болады. 5-ке бөлеміз, үстіне қысқартамыз. Қысқарту деген амалды өткенбіз біз. Екеуі де 5-ке бөлінсе, қалғанын шетіне жазамыз. 25-ті 5-ке бөлсем 5, 5-ті 5-ке бөлсем 1. 16-ны 4-те, екеуі де 4-ке бөлінеді. Екеуін де 4-ке бөлем. 4-ке бөлетін болсам 4 қалады, 4-ті 4-ке бөлсем 1 қалады. Түсінікті ғой, мына сандар қайдан шыққан? Енді осы сандарды мына жаққа тіркеп жаза саламыз. Міне. 4 көбейтілген 5. Міне. Мына қалған сандарды тізбе жазамыз. Енді бір-біріне көбейтіп жаза береміз. Енді көбейтіп қысқаратын сандар жоқ қой? Жоқ. Қысқартқан кезде алымы бөлімі деп қысқартасыздар. Бүйтіп қатар тұруға қысқартуға болмайды. Яғни шығады 20-дан 1. Мысалы тағы да. 43-тен 14 көбейту 7-де 2. Міне, көріп тұрмыз. Бір бөлшекке жазып алайық. 43 көбейтілген 2 деп жазып алдым. 14 көбейтілген 7. Енді көріп тұрмыз, 14 пен 2. 14 пен 2-ні екеуін де 2-ке бөлсек болады. Екеуін де 2-ке бөлсем 1 қалады, екеуін де 2-ке бөлсем 7 қалады. Сонда менде 7. Мына екі санды қатар қысқартып жүрмеңіздер. Олар қысқартылмайды. Біз тек қана алымы бөлімі деп қысқартамыз. Тең 7-ге 7-ні көбейтем 49, 43-ті 1-ге көбейтем 43. 43-тен 49. Бұл бізде бұрыс бөлшек. Яғни бұрыс бөлшекті табу үшін біз ары қарай өрнектейміз, оны. Осымен қалдырмаймыз. Яғни математикаға сауаттылығы бар адам ары қарай есептеп шығарады. Енді 43-тен 49 ол бұрыс бөлшек болғаннан кейін оны аралассан айналдырамыз. Яғни аралассан айналғанда 49-дың ішінде 43 неше рет кездеседі? 1 рет кездеседі. 1 бүтін қалады. 43-тен бөлім өзгермейді. Неше қалдық қалады? 6 қалдық қалады. Яғни аралассан түрінде жазылады. Ал енді өздеріңіз әзірше көбейту. Енді сіздер маған кері байланыс ретінде мен видеомды көріп атсыздар ма? Сол кері байланысты алу үшін мен не істеймін? Мына жерге бір амал жазам. Сіздер соны маған мына комментарий тұр ғой, комментарийға жауап жазсаңыздар. Мына екеуін көбейткенде қандай амал шығады? Комментарийға жазсаңыздар, мен кері жауап беруге тырысамын.